Сәлем достар, біздің арнамыз қазақ контентінде болмаған алғашқы шетелдік детектив жанрындағы видеоларды жариялайды. Арнаға тіркелуді, қоңырау жаны қосып қоюды ұмытпаңыздар. Джинни Уайлидің оқиғасы балаларды қорлаудың ең қорқынышты оқиғаларының бірі. Қыздың ата-анасы баланы туғаннан бастап 13 жасқа дейін жабық бөлмеде ұстаған. Оған жылауға, күлуге, тіпті сөйлесуге тыйым салған. Жабайы баланың қайғылы тағдырының жай-жапсарын ашатын боламыз. Достар, арнамыздың 90% көрермені жазылмай қарайды. Арнаға жазылуды, лайк басуды ұмытпаймыз. Бұл мені шабыттандырып, келесі видеоның шығуына себеп болады. Зорлық-зомбылыққа ұшыраған балалардың оқиғалары әрқашан ерекше таң қалдырады. Дегенмен Джиннимен болған оқиға, зерттеушілердің көпшілігі оның өмірін бұрын және кейін деп екіге бөлді. Сонымен қатар, қыздың отбасымен жеке таныс болғандардың ғана емес, сонымен бірге бұл сұмдық оқиғаны білген мүлде бейтаныс адамдардың да рухында терең із қалдырады. Джинни Уайли 1957 жылы 18 сәуірде Калифорнияда Дороти Ирен Оглеспи мен Кларк Грей Уайлидің отбасында дүниеге келді. Қыз ерлі-зайыптылардың 4-ші баласы болды. Дегенмен отбасының барлық балалары аман қалмаған. Үлкен ағасы мен әпкесі Джинни сәби кезінде қайтыс болды. Кейінірек белгілі болғандай, Кларктың кенже қызы пневмонияның салдарынан қайтыс болды, ал ұлы асфиксиядан қайтыс болды. Алғашқы бірнеше айда Джиннидің өмірі кәдімгі балалық шақ сияқты болды. Баланы тексеру үшін Уайлидің үйіне дәрігер үнемі келіп тұрды, ал қыздың өзі ата-анасына алаңдауға негіз бермеді. Алайда, ол 6 айлық болғанда дәрігерлер оның дамуының кешігуі бар деп күдіктенді. Қызының ауруы туралы хабар Кларктың балаға деген көзқарасын өзгертті. Кейінірек белгілі болатындай, оның өз істеріне назар аударуына кедергі келтірген шуды көтере алмаған психикалық теңгерімсіз адам Джинниді өзінен және басқа балалардан оқшаулауды шешті. Ол кішкентай қызының бөлмесін темір тормен және ішінде біртүрлі күртешесі бар орындықпен жөндеді. Терезелерді фольгамен жауып, Джинниді қамап қоя бастады. Күндіз қол-аяғын жіппен байлап, қыз орындығында қозғалмай отырды. Баланың диетасы да ерекше болды. Тұтқында болған бүкіл кезеңде Джинни тек нәресте формуласын алды. Ол шайнауды білмеген, қатты және ыстық тағамның не екенін білмеген. Сонымен қатар 13 жасында босатылған кезде де дәретхананы қалай пайдалану керектігін білмеген. Осы уақытқа дейін Джинни әкесі кигізген жөргекте болды. Басқа нәрселермен қатар, Кларк ауру деп болжанған қызымен қарым-қатынас жасаудың өзіндік әдісін дамытты. Ол оған қатты дыбыс шығаруға тыйым салды. Әр кезде оны таяқпен ұрып соғатын. Кейін белгілі болғандай, Кларк Уайли тиран және диктатор болды. Ол барлық отбасы мүшелерінің үстінен абсолютті билікке ие болды. Ер адам өзінің психикалық және физикалық қысымын көрсетті. Ұлы Джон мен әйелі катаракта болды. Нәтижесінде әйел 90% соқыр болды. Отбасының әкесі үйдегілерге қатты сөйлесуге тыйым салды. Көбінесе олар сыбырлап сөйлесті. Үйде теледидар, телефон, радио болуын рұқсат етпеді. Жиі ұрып соғады. Сонымен қатар ол өте жағымсыз болды. Ұлы Джонның айтуы бойынша, Кларк оны күнәһар ойларға бой алдырмас үшін үнемі шап аймағынан ұрып соғатын болған. Осы уақытта Джинни есейе берді. Бірақ Кларк қызының 13 жасқа дейін өмір сүретініне үміттенбеді. Әйелінің айтуынша, ол оған баланы дәрігерге апаруға бірнеше рет уәде берген. Бірақ кейін олардың қызы пәтерде тұрмайтынын және оған уақытын босқа өткізбейтінін ашық айта бастаған. 1970 жылы әйелі күйеуінен кетуге шешім қабылдайды. Ата-анасының қолдауымен 50 жастағы әйел тиранның үйіне көп ұзамай қысқа қоштасу хабарламасын қалдырып қызымен бірге кетеді. Сол жылы әйелі мүгедектік бойынша жәрдемақы алуға және қызын тамақтандыруға өтініш беру үшін Джиннимен бірге жергілікті әлеуметтік көмек көрсету кеңсесіне барады. Бірақ көру қабілеті нашар болғандықтан әйел кеңселерден адасып шағын бөліміне барады. Бөлім қызметкерлерінің сол күні көргені оларды нағыз есеңгіретіп тастады. Олардың алдында 7 жасар арық баланы қолынан ұстап тұрған соқыр әйелді көреді. Қыз үнемі түкіріп, екі қолын алға созып, саусақтарын жайып жүрісі жануарға ұқсайтын еді. Әрине мекеме қызметкерлері
мемлекеттік қамқоршылық органдарына жүгінеді. Айтпақшы, олар қыздың тағдыры туралы көбірек фактілерді білген сайын соғұрлым үрейлене бастады. Белгілі болғандай, салмағы небәрі 25 келі, бойы 137 сантиметр болатын Джинни 7 емес 13 жаста болған екен. Сонымен қатар бала бір қалыпта ұзақ отыруға байланысты сөйлемейді, ырылдайды. Денсаулықтың жалпы жағдайы да қанағаттанарлықсыз болды. Дененің қатты шаршауы, көру және есту қабілетінің нашарлауы, температураның өзгеруіне реакцияның болмауы, сілекей бөлу проблемалары, сөйлеу бұзылыстары, бақыланбайтын зәр шығару және жалпы психологиялық проблемалардан басқа көптеген басқа мәселелер көп болды. Бойжеткен қорғаншылық органдарының өкілдерімен кездескеннен кейін бірден оны штаттағы клиникалардың бірінде тексеру жоспарланады. Бірнеше ай бойы дәрігерлер тобы баланың жағдайын зерттеп, сонымен бірге өмірлік белгілерді қалпына келтіреді. Ал ата-анасының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Баланың денесі қалпына келтіріле бастайды және оның өміріне қауіп төніп тұрған жоқ еді. Қыз мінез құлқындағы сөйлеу мен әлеуметтік ауытқулардың қаншалықты маңызды екенін анықтайтын ғалымдар тобына бақылауға беріледі. Зерттеу тобына психиатрлар Дэвид Риглер, Говард Хансен, Джеймс Кент, Джей Шерли, психолингвист Виктория Фромкин және лингвист Сьюзан Кертис және басқалар кірді. Бала өзін жабайы және біртүрлі ұстады, бірақ сонымен бірге ол қызығушылық, нәзіктік және өзінің сүйкімділігімен, сұлулығымен таңғалдырды деді ғалымдар. Бірінші кезең аясында мамандар Джиннидің сөйлеу және мінез құлық ауытқуларына назар аударды. Дәрігерлердің күш-жігерінің арқасында қыз алдымен жеке сөздерді айтуды үйренді, содан кейін оларды тіркестерге біріктірді. Сонымен қатар Джинни қарапайым әлеуметтік дағдыларды, сәлемдесу, эмоцияларды әлсіз көрсету, диалогты меңгере алды. Қыздың сөздік қоры аз болғандықтан, ол ымдау тілінде қолдана бастады. Соның арқасында ол өз өтінішін басқаларға өте сәтті жеткізе алды. Джинни сонымен қатар дәретхана мен душты пайдалануды үйренді. Тіс щеткасын және басқа гигиеналық құралдарды қалай және не үшін пайдаланылатынын түсінді. Түкіруді қойды, шайнау және жұту рефлекстерін бірте-бірте меңгере алды. Прогресс анық көрінді, бірақ дәрігерлер оңалту процесінің сәтті болатынына сенімді болмады. Зерттеушілердің бірі сөйлеу дағдылары белгілі бір жаста ғана дамиды. Ал егер сәтті өткізіп алған болса, баланың сөйлеу қабілетін меңгеруіне ешқандай күш-жігер көмектеспейді деген теорияны алға тартты. Соған қарамастан зерттеу тобы Джиннимен жұмысты жалғастырды. Бірнеше айдан кейін қыз жеке сөздерді оқуды үйренді. Кейінірек тіпті дамуы тежелген балаларға арналған бастауыш сыныптарға да барды. Сонымен қатар қыздың кейбір сөз тіркестерін меңгеруінің арқасында ол өзінің өткенінен бір-екі сәтті сипаттай алды. Сөз тіркестері өте мыжылған болғанымен, олардың мәні айқын болды. Ол «әкем қолды үлкен таяқпен ұрды» деп айта бастады. Жобаның табыстылығын басқа көрсеткіштерде көрсетті. Атап айтқанда дәрігерлер жүйелі түрде IQ деңгейіне тесттер, сондай-ақ интеллектіні дамыту саласындағы басқа зерттеулер жүргізді. Сонымен оңалту басталғаннан бері Джиннидің IQ деңгейі 38 ұпайдан 74-ке дейін өсті. Бір қызығы, топ мүшелерінің кейбірі белгіленген бақылау дәрежесіне күмәнмен қарады. Мысалы, Жан Батлер ғалымдардың күш-жігері оны тез қалпына келтіруге емес, Джинни феноменін зерттеуге бағытталған деп есептеді. Біраз уақыттан кейін психиатр қызды үйіне апарады, бірақ команданың қалған бөлігі мұндай шешімге қарсы болып, Батлерді топтан шығарады. Әрі қарай жобаның тағы бір қатысушысы, психиатр және топ жетекшісі Дэвид Риглер Джиннидің тағдырын өз қолына алуға шешім қабылдады. Ол әйелімен бірге қыздың толық қамқорлығын орнатуды талап етті. Джинни оның үйіне кіргенде, отбасы жаңа мінез құлық проблемаларына тап болды. Мысалы, Джинни өзінің агрессиясын қалай дұрыс көрсету керектігін білмеді және өзіне жиі жарақаттар салатын. Риглерлер қыздың ашуын пластикалық ойыншыққа бағыттап, бұл мәселені шеше алды. Алайда 1974 жылы оңалту жобасын қадағалаған ұлттық психикалық денсаулық университеті қанағаттандырылықсыз нәтижелерді алға тартып, оны қаржыландыруды тоқтатты. Бір жылдан кейін Риглер Джинниге қамқорлық жасаудан бас тартты.
Осыдан кейін қыз үнемі тұрғылықты жерін және патронаттық отбасыларды ауыстырды. Олардың кейбіреулері Джиннидің тәрбиесіне өте қатал болды. Яғни баланың айтуы бойынша, үйлердің бірінде ол қонақ бөлмесіндегі кілемге құсып кеткен үшін қатты соққыға жығылған. Қорыққан бойжеткен қатты күйзеліске ұшырап, емделу кезінде қол жеткізген жетістіктерінің бәрі жойылады. Баланың одан әрі тағдыры өте өкінішті. Ол біраз уақыт анасының қамқорлығында болды. Анасы көру қабілетіне операция жасайды. Бірақ бірнеше айдан кейін қызын тастап кетті. Кейін бірнеше медициналық мекемелерде тұрып, нәтижесінде ол ізін жоғалтады. Анонимді дереккөздердің айтуынша, Джинни жеке клиникаға тағайындалған. Тіпті анасына Джиннидің қайда екені айтылмаған. Айтпақшы, кейін анасы қызын қайтарып алғысы келетінін тағы да білдірді. Тіпті бір топ ғалымдарға $500,000 сотқа шағымданып, істі жеңіп алды. Бірақ қызы оған ешқашан қайтарылмады. Әйел 2003 жылы Джиннидің тағдыры туралы ештеңе білмей қайтыс болды. Қыз туралы соңғы жаңалықтар 2008 жылы пайда болды. Содан кейін жасырын инсайдер Джинни қарым-қатынас пен әлеуметтік дағдыларды қалпына келтіре алмай, Калифорния клиникаларының бірінде мәңгілікке қалатынын айтты. Дегенмен дереккөздің айтуынша, ондағы өмір сүру жағдайлары ол үшін өте қолайлы. Тұрақты дұрыс күтім, ойын-сауық қолжетімділігі. Тіпті Джинни ишарамен сөйлесетін достары болды делінген. Бір қызығы, сол жылы бұған дейін үнсіз қалған Джиннидің ағасы Джон мәлімдеме жасады. Ол баспасөзге олардың балалық шағының егжей-тегжейлерін айтып, әкесінің нағыз маньяк болғанын, ал анасының ақыл-ойы толығымен тұрақты әйел емес екенін, оған қарсы тұруға қабілетсіз екенін атап өтті. Джонның айтуынша, Кларк Уайли отбасы мүшелерін азғантай күнә үшін аяусыз ұрып-соғып, аштыққа ұшыратты, қорқытты және өзінің күшін көрсетті деді. Сондай-ақ, біздің балалық шағымыз тозақ болды. Джинни үнемі бөлмесінде қамалып отыратын, ал анам екеуміз оның тұтқынында болдық. Біз қалыпты өмірдің не екенін білмедік деді. Бұл сұмдық оқиға туралы естелік адамдардың жадында мәңгілікке сақталып, зерттеу тобының мүшелерінің бірі, лингвист Сьюзан Кертис, Джиннидің өмірі туралы бүлдіршін ән салмайды деп аталатын жазба туындысын жазды.